Айлардың султаны Рамазан. Рамазан айы 12 айдың ішінде ең қасиетті. Нәпсімен ғана жалғыз қалатын, тақуалыққа ұмтылатын, ораза ұстап өсек өтіріктен тыйылатын, жамандық істеп жүрген адам жамандығын тыятын, жақсылық істеп жүретін адам жақсылығын еселенетін ай. Осы ай балалардың жүрегінде жылулық, мейрам, жақсы көңіл-күй сыйлайтын ай болып естерінде қалу үшін кішігірім осындай сыйлықтар жасап қуантуға тырыстық. Балалардың қуанғанын көріп, Рамазан айының үлкен жақсылығын сезіне отырып, көңіліміз жайланып, өзіміз де балаша қуанып қалдық. Балаларға барынша пайдалы сыйлықтар сыйлауға тырыстық. Бірақ енді мен ютубқа салам деп мүлдем ойламадым. Қыздардың, балалардың киімдерін, шаштарын жөндеп үлгермедім. Видеоға түсірем деп те ойламадым. Бірақ түсірген соң басқалар да Рамазан айында балаларына осындай сыйлықтар жасаса екен, жасаса күшті болады деген. Біз тек қана жаңа жылда жасаймыз ғой. Жаңа жыл солай біздің жүрегімізде қалған жылулық бұл. Солай Рамазан айы да өстіп балалардың жүрегінде қалса екен деймін. Сосын ораза айтқа алғаш рет биыл балаларды айт намазына алып келіп, ораза айт мейрамының көңіл күйін сыйлауға тырыстық. Мешітте мешіт жамағаты шар, альбини, барни сыйлады. Және де тағы бір қыздар осындай сары шарлармен кәмпиттер таратып балаларға қуаныш сыйлауға барынша атсалысты. Балалар қуанып, мәз болып қайтты. Бұл видео. Далада жәрмеңке болды. Жәрмеңкеде де әртүрлі тәтті тағамдар сатылды. Олардан түскен ақша қайырымдылыққа жұмсалатын болды. Сондай әдемі айт мерекесін тойлап, мешітке барып, балалар айт мейрамын тойлап келді.